Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 9 сынып алгебрасының 24-те 10-шы есебін шығаратын боламыз. Бұл жерде біз өрнекті ықшамдауға жетпіз. Бірінші өрнекте біз қосу формуласын пайдаланып, жақшамызды ашып аламыз. Екімізге тимейміз, қалдырып қоямыз да. Жақшаның ішінде синус пи бөлінген 6 плюс альфа дегеніміз синус альфа плюс бета формуласына келтіреміз. Яғни синус пи бөлінген 6 көбейтілген косинус альфа қосылған, косинус пи бөлінген 6 көбейтілген синус альфа және азайтылған мынауымыз бар. Түбірасты 3 синус альфа. Енді мәндерін қойайық орнына, 2-ні қозғамай тұра тұрайық. Синус пи бөлінген 6 дегеніміз бізде 30 градус, синус 30 градуста бізде 2-ден 1-ге тең. Косинус альфа және косинус 30 градуста бізде 2-ден түбірасты 3-ге тең. Синус альфа азайтылған түбірасты 3 минус көбейтілген синус альфа. Енді жақшаны ашамыз. 2 көбейтілген 2-ден 1 косинус альфа қосылған, 2 көбейтілген 2-ден түбірасты 3 синус альфа. Жақша ашқанда біз жақша сыртындағы санды жақшаның ішіндегіне жеке-жекеден көбейтеміз. Яғни бірінші қосылғышқа көбейтеміз, сосын екінші қосылғышқа көбейтеміз. Және бізде түбірасты 3 синус альфа бар. Және көбейту болғасын жерде бізде қысқара алады бөлшектеріміз. Бөлшекте 2 мен 2 қысқарады. Мына жерде де 2 мен 2 қысқарады. Сонда қалады біріншісінде бізде косинус альфа, екіншісінде қалады плюс түбірасты 3 синус альфа және азайтылған түбірасты 3 синус альфа. Бұл жерде түбірасты 3 синус альфа мен түбірасты 3 синус альфа біреу минус, біреу плюс болғасын жерде қысқарып кетеді. Және қалады косинус альфа. Мысалға мынау 1 минус 1 деген сияқты, 0-ге тең болып кетеді. Келесі бізде 2-ден 1 косинус альфа минус косинус пи бөлінген 3 плюс альфа. Біз мынаны қосу формуласы арқылы ашып аламыз. Біріншісіне тимейміз, 2-ден 1 косинус альфа азайтылған. Жақшамен істек, себебі мұнда сыртында минус деген таңба тұр, таңбалар ауысып кетеді. Сонда косинус пи бөлінген 3 көбейтілген косинус альфа минус синус пи бөлінген 3 көбейтілген синус альфа болады бізде қосу формуласына байланысты. Енді мәндерін қойайық. Яғни пи бөлінген 3 дегеніміз бізде 60 градус, косинус 60 градуста ол 2-ден 1-ге тең. Және синус 60 градуста бізде 2-ден түбірасты 3-ге тең. Синус альфа. Енді жақшаны ашайық. Жақшаны ашқанда бірінші жақшамыз бізде минуспен ашылады, себебі алдында плюс бар. Екінші жақшада, екіншісіміз бізде минус болғасын жерде, жақшаның сыртында минус болғасын, минус пен минусымыз бізде плюсті береді. 2-ден түбірасты 3 синус альфа. Енді бізде 2-ден 1 косинус альфа мен 2-ден 1 косинус альфамыз қысқарып кетеді. Сонда қалады 2-ден түбірасты 3 синус альфа. Келесі түбірасты 2 синус альфа минус 2 синус, жақшаның ішінде альфа минус пи бөлінген 4. Біріншісіне тимейміз де, екіншісін қосу формуласы арқылы ашып аламыз. Минус тұрғасын жерде жақшамен жұмыс жасаған жақсы. Мұнда ашқанда, еще 2 бар, 2-ні жақшаның сыртына шығарайық. Синус альфа көбейтілген косинус пи бөлінген 4 минус косинус альфа көбейтілген синус пи бөлінген 4 болады. Түбірасты 2 синус альфаға тимейік, минус 2 жақшаның ішінде. Косинус пи бөлінген 4-те бізде мәні бар, ол 2-ден түбірасты 2-ге тең, және синус альфа. Мұнда да синус пи бөлінген 4-те бізде 2-ден түбірасты 2-ге тең, косинус альфа көбейтеміз. Бұл жерде көріп тұрып, бізде ортақ көбейткіш бар, 2-ден түбірасты 2, соны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Түбірасты 2 синус альфа минус 2 көбейтілген 2-ден түбірасты 2, жақшаның ішінде қалады сонда синус альфа минус косинус альфа. Себебі біз жақшаның сыртына 2-ден түбірасты 2-ні шығарып жібердік. Сонда бұл жерде бізде көбейту болғасын жерде қысқарып кетеді 2-лер. Қалады түбірасты 2 синус альфа минус түбірасты 2 синус альфа минус косинус альфа. Түбірасты 2 синус альфа. Енді жақшаны ашамыз. Түбірасты 2-ні синус альфа көбейтеміз. Түбірасты 2 синус альфа. Минус пен минусымыз плюсті береді. Түбірасты 2 косинус альфа тең. Бұл жерде түбірасты 2 синус альфа мен түбірасты 2 синус альфамыз қысқарып кетеді. Қалады түбірасты 2 косинус альфа. Келесі төртіншісі
косинус альфа минус пи бөлінген 6 азайтылған 2-ден түбір асты 3 косинус альфа. Так, бұл жерде біз біріншісін косинус альфа минус пи бөлінген 6-ны косинус альфа минус беттамен ашып аламыз. Яғни косинус альфа көбейту косинус пи бөлінген 6 қосылған, синус альфа көбейтілген синус пи бөлінген 6 азайтылған 2-ден түбір асты 3 косинус альфа. Енді мәндерін орнына қоя қояйық. Пи бөлінген 6 бізде 30 градус. 30 градуста косинустың мәні 2-ден түбір асты 3-ке тең косинус альфа қосылған синус пи бөлінген 6-да, яғни 30 градуста бізде 2-ден 1 синус альфа болады. Азайтылған 2-ден түбір асты 3 косинус альфа. Бізде бұл жерде көріп тұрық 2-ден түбір асты 3 косинус альфа мен минус 2-ден түбір асты 3 косинус альфамыз қысқарып кетеді. Сонда қалады 2-ден 1 синус альфа. Себебі мұнда плюс, мұнда минустан ба және бірдей.